Сәлем достар. Сізден бірге мен Ершаттың көңілді арнасы. Біз бүгін челлендж түсіретін боламыз. Челлендждің аты су ішіп қойма деген челлендж түсіреміз. Ол челленджді тағамдардың аттары міне ащы лағман корейский, міне сосын құрт бізде анамға міне күрішті ащы қылып жасашы деп өзім ащы қылып жасаттым. Қасында бұрыш бар. Бұл міне сладкилары бар, міне шоколадтар, кукуруздар, неше түрлі чипсилер бар. Оны біз кім тәтті жейтін, кім ащы жейтін екенін Сулейфамен анықтайтын боламыз. Ал ендеше көрейік, кім Сулейфа жасап көрейік. Сулейфа. Достар, мен ащы тамағым жейін. Ал мынау тәтті тағамдарды жейтін болады. Мына тәтті жейді, достар, мен қалай ұтылып қалдым мен одан. Енді мен достар, мына ащы лағманымды жейтін боламын. Суға көзім кетіп отыр, мөлдір деген. Бізге ол үшін вилка керек. Достар, мынау аш жеген араластырып алмасақ, ал енді дәмін көрейік. Ол Ореодан бастап кетті. Ал мен ащы лағманнан бастап кеттім. Достар, бір сезімде болдым. Өзім үкіміп күткенде болдым. Ağzым ашып отыр осы. Басым күтпей қандай болғанда. Енді шыдау керек. Суымен айтпа. Іш деп. Аузым ашып отыр. Ибрахим, сен мені қызықтырмашы тәтті тамақтармен. Аузым ашып отыр, сенің аузың ашымайды тәттілермен жегенде. Сорпасынан көрейік. Сорпасы ащы екен. Аузым. Шыдаймын. Ибрахим, сен не жеп жатсың? Барни? Аю барни жеп отырмын дейді. Мен болсам корейский ащы лағман жеп отырмын. Аузым ашиды енді бұдан. Достар, сіздер бұндайды ішпеңіздер. Бұл өте ауыздарыңызды өртендіреді. Ауыздарыңызды ашиды. Шыдайтындар болса ішсін. Ауызы ашиды адамның. Достар, бұл қайталамыңыздар. Сіздерге рұқсат етем осындайды ішпеңіздеріңізге. Достар, міне мен ініме аш беріп жатырмын, жаңа аша алмай жатыр. Аша жегенімнен бір көмегім дейсін. Осындай жейді. Достар, менде сендерде тамақ жеп отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Бұл мен енді ащы тамақ жеп отырмын. Достар, біздің алдымызда әлі тамақ бар. Міне, жетек күріш бар, құрт бар. Бұларды жеу қиын. Достар, міне құрт көрініп тұр, тұздар сыртынан шығып тұрған. Бұл енді қазір қиын болады, мынау да қиын болады. Бұрыш бар бұның ішінде. Бұрыш қосамыз болады қазір.
Достар, менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, подписканы сұрғылт түске айналдырып жіберіңіздер, комментарияны толтырып жазып кетіңіздер. Менің аузым ашылмасын десеңіздер. Менің аузым ашып жатыр. Ибрахим, осыдан кейін сен не жейсің? Ол көккорн жеймін дейді. Достар, менің күрешіме інім бұрыш қосайын деп жатыр. Достар, міне етке қосып жатыр. Так, мен бұл күрешті араластырамын. Достар, мына бұрышқа қарасақ қатты ащы бұрыш сияқты екен. Енді бұны араластыруымыз керек. Біз ащы бұрышты жеген кезде аузында ашытатындай болу керек қой бізге. Аузың ашып тұру керек қой бізге. Көрейікші енді дәмін. Ащы ма екен? Достар, мынау ащы екен. Ащы екен. Енді қалай да болса да, қандай болса да енді осы күрешті жеп, құртты жеп, осы суды ішіп қоймауымыз керек біз. Осыдан кейін, достар, ол мынаны жеймін дейді. Достар, ащы екен мынаны. Етінен жеп көрейікші, достар. Еті ащы сияқты. Достар, ащы екен, Ибрахим, сен неге кәмпиттеріңді жемейсің? Сен кәмпиттерің көп қой? Жесей? Достар, енді алайда болса құртты жейм осыдан кейін. Ал бисмилла деп құрт жейік. Эшатта аз қотыстан. Не өжіп қойын ме? Ащы екен. Достар, қараңыздар, тұзы сыртқа шығып тұр уже. Енді бұны жеп бітіруіміз керекпіз. Сен бәйті тұсымның ішін тұмбақ көтеп. Сәдексегі әсем. Мені, достар, құртты қараңыздар, сыртына шығып тұр, қар сияқты. Уже тіркеніп жатырмын мен ащыдан. Ибрахим, сен не жеп жатсың? Кәмпит па? Сағыз ба? Мен болсам құрт жеп жатырмын. Ибрахим күшті қылып тәттілерін жеп жатыр. Мен болсам мына жақта күшті қылып ащы заттарын жеп жатырмын. Ащы екен. Достар, шын ойнайтын. Достар, мен, наверное, жеңілдім. Ибрахим, мен жеңілдім. Су ішемін. Өйтім маған серуенде. Болды, жеңілді. Екеуміз жеңілдік. Мен бүгіндікке ащы заттар жедім. Інім тәтті заттар жеді. Достар, осы видеоға 1000 қаралым жиналса, мен бұдан да әрі күшті челлендждер түсіретін боламын. Сіздермен болған мен Иршат және інім. Иршат пен көңілдарынасы сау болыңыздар.